Қайырлы күн, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Құрметті оқушылар, кезекті сабағымызға қош келдіңіздер. Біз алдында ғана Ресейдің Қазақстанда толық қосып алу деген тақырып өттік, иә. Енді Қазақстан, қазақ жерінің барлығы Ресейдің меншігі болып жарияланды. Енді осыны қазақ жерінің түгелдей реформа жүргізеді. Осыны өтеміз. 67-68-дегі реформалар дейміз, иә. Енді қараңыздар, құрметті оқушылар, бізде алдыңғы реформа 22-24-тегі реформа болды, иә. 22-де орта жүзде хандық билікті жойды, ал 24-ші жылы кіші жүзде хандық билікті жойды, иә. Сонымен хандық билікті жойып, қазақ жеріне алғаш реформаларын жүргізе бастады. Бірақ, құрметті оқушылар, 22-24-тегі реформалар 19-шы ғасырдың 60-шы жылдардың ортасында жарамсыз болып қалды. 19-шы ғасырдың 60-шы жылдардың ортасы деген 1865 жылдар шамамен, иә. 1865 жылы неге жарамсыз болып қалды? Себебі 1865 жылы ұлы жүзді Ресей толықтай өз құрамына қосты. Енді бұрында орта жүз бен кіші жүзді өз құрамына қосып реформа жасаса, енді қай жүзге жасау керек? Ұлы жүзге. Жалпы Қазақстан жеріне жасау керек. Сондықтан мына кездегі 22-24-тегі реформа не қылып қалды? Жарамсыз болып қалды дейміз, иә. Сонымен енді реформа жасау керек. Реформа жасау үшін не құрылады? Дала комиссиясы. Дала комиссиясы 1865 жылы құрылып, қазақ жерін әдемілеп зерттеп, не жүргізуге дайындайды? Реформа жүргізуге дайындайды. Осылай қалай басқарса болады Қазақстанды деп, иә. Қалай бөліп басқарамыз, қалай өзімізге бағынышты қылып, көтеріліс жасамай, былайша айтқанда ұстап отырамыз деген мақсатта дала комиссиясын құрған. Бұған көбінесе орыстың солдаттары, орыстың офицерлері кірген дейміз, көбінесе. Енді реформа жасаудың негізгі себептері неге жасамақшы? Бірінші, сұлтан билігін шектеу. Сұлтандарды кәдімгі, сұлтандар деген Шыңғыс ханның ұрпақтары ғой, соларды билік тобынан алып тастау. Міне мақсаты сол болды. Немесе сұлтандарды ең төменгі қызметтерге тағайындау. Міне осы себеп бірінші. Одан кейін жаңадан қосылған жерге міндетті түрде не жүргізу керек болды? Реформа, иә, басқару жүйесі. Сондықтан да былайша айтқанда реформа қажет болды дейміз, жүргізді. Ал үшінші себеп бұл Ресейдің өнеркәсібіне арзан шикізат, яғни Қазақстанның шикізат көздерімен жұмыс күші қажет болды, сол үшін де жүргізді дейміз. Сосын салық жүйесін дұрыстап енгізді. Сосын Ресейден шаруаларды Қазақстанға жаппай қоныс аударту үшін де Қазақстанда әдемілеп дайындау керек, оған өзгеріс енгізу керек. Міне осындай себептерден реформа жүргізілді дейміз. Ал реформа 67-68 дейміз, себебі 67-де бір ереже қабылданған, 68-де бір ереже, 67-де Сырдария, Жетісу облыстарын басқару туралы уақытша ереже қабылданады. Міне қараңыздар, 67-де. Бұл бойынша Түркістан генерал-губернаторлық құрылады. Ұлы жүздің жерінде, 67-ші жылы. Одан кейін 68-де Торғай, Орал, Ақмола, Семей облыстарын басқару туралы ереже қабылданады. Бұл бойынша Торғай мен Оралда Орынбор генерал-губернаторлығы, Ақмола мен Семейде Батыс Сібір генерал-губернаторлығы құрылады дейміз, Жалпылама бұл реформаны 67-68-дегі реформа деп қысқаша айта саламыз. Енді осы реформаны қабылдаған бірінші Александр емес, екінші Александр. Бірінші Александр 1822-24-тегі реформаны бекітті, ал 67-68-дегі реформаны кім бекітті десе, екінші Александр бекітті дейміз, Енді қараңыздар, бұл реформа негізі 69-шы жылы мамырдан бастап енгізілуге тиіс болды, және 300-інде қолданысқа енгізілді дейміз, Бұны түсіндіру үшін қазақтарға кәдімгі қазақ, орыс тілдерінде кәдімгі үн парақ дейміз ғой, мәлімдемелер таратылған. Осылай болады, сендерге наоборот жақсы болады бұл деп, Енді қараңыздар, мына осы 67-68-дегі реформа тұңғыш рет Қазақстанда тұңғыш рет толық қамтыған реформа дейміз, Осы реформа бойынша Қазақстан 3 генерал-губернаторлыққа бөлінді. Міне Орынбор генерал-губернаторлығы,
оның орталығы Орынбор, иә. Одан кейін Батыс Сібір генерал губернаторлығы, оның орталығы Омбы. Одан кейін Түркістан генерал губернаторлығы, оның орталығы Ташкент қаласы. Орынбор генерал губернаторлығына 2 облыс кірген, Орал және Торғай облыстары, иә. Батыс Сібір генерал губернаторлығына да 2 облыс кірген, Ақмола және Семей облыстары. Түркістан генерал губернаторлығына да 2 облыс кіреді, Сырдария және Жетісу облыстары дейміз. Жалпылама 3 генерал губернаторлық, сонда 6 облысқа бөлінген Қазақстан жері. Сосын Түркістан генерал губернаторлығының бір ерекшелігі, бір артықшылығы, бұларға Иранмен, Қытаймен дипломатиялық келісу жүргізуге құқық берген Түркістан генерал губернаторлығына. Неге? Себебі енді орталық деген ол кезде Петербург қаласы, Петербург деген айдала. Мысалға, Түркістанда Қытаймен, Иранмен бір кикілжің болып қалса, мысалға, кикілжің болып қалса, немесе тағы да бір проблемалар болып қалса, ана батыс Санкт-Петербургтан хабар күтеміз десе, онда сояқ жаққа бару үшін 5-6 ай кетеді. Ең тез деген өзінде 2-3 ай кетеді. Қайтып келем дегенше 2-3 ай кетеді. Сонда 5-6 ай кетеді, барып келу үшін. Ал 5-6 айда не болып, не қоймайды, Сондықтан, шекаралық облыстағы, шекаралық аймақтағы Түркістан генерал губернаторлығына Иранмен, Қытаймен дипломатиялық келіссөз жүргізуге арнайы құқық берген дейміз. Енді мынаны қараңыздар, мынаны қарап шошымаңыздар, құрметті оқушылар. 67-68-дегі реформа бойынша, біз ана 22 жылға реформа бойынша 3 басқару жүйесі енгізіліп еді ғой, округ, олар болысқа бөлінеді, болыс ауылға. Ал 67-68-дегі реформа бойынша 5 әкімшілік бөлініске бөлінеді. Генерал губернатор, ол облыстарға бөлінеді, ол облыс уездерге бөлінеді, уезд болыстарға бөлінеді, болыс ауылдарға бөлінеді дейміз, Енді генерал губернаторды генерал губернатор басқарады. Лауазымы генерал губернатор. Ол орыс болады. Оны тағайындайтын император. Ресейдің сол кездегі императорлары тағайындайды генерал губернаторды. Негізі генерал губернатор өзінің генерал губернаторлығында билігі шексіз болады. Азаматтықта, әскериде биліктің барлығы осы генерал губернатордың қолында шоғырланады. Түсінікті ғой? Генерал губернатор. Генерал губернатор облысқа бөлінеді, Облыста әскери губернатор басқарады. Әскери губернатордың да ұлты міндетті түрде орыс болу керек. Оны генерал губернатор тағайындайды дейміз, Сонымен қоса, облыстың басқарушысы бір жағынан казак әскерінің атаманы қызметін атқарады. Мысалға, Орынборда Орал облысының басшысы, мысалға, Орынбор казактарының басшысы болады деген сияқты, Немесе Ақмола облысының басшысы Сібір казактарының атаманы болады. Немесе Жетісу облысының әскери губернаторы Жетісу казактарының атаманы болады деген сияқты ғой. Түсінікті ғой? Облыс әскери губернатор бір жағынан облысты басқарады, бір жағынан казактардың атаманы, яғни казак әскерінің басшысы болады дейміз. Ал облыстар уезге бөлінеді. Уезді уез бастығы басқарады, уез бастығы, ол да орыс болады. Оны да генерал губернатор тағайындайды дейміз, генерал губернатор. Одан кейін болыстар, уез болысқа бөлінеді, болысты болыс сұлтандары басқарады, ол қазақ, ұлты қазақ болады. Ол 3 жылға сайланады дейміз. 3 жылға сайланады. Міндетті түрде болыс болу үшін жасың 25-тен жоғары болу керек, 25-тен жоғарғы болу керек. Және оны әскери губернатор бекітеді. Мысалға, қазақтар сайлайды ғой, болысты қазақтар сайлайды. Бірақ әскери губернатор, мысалға, сені сайласа, сені қазақтар болыс сұлтаны болып сайласа, сені міндетті түрде әскери губернатор, сен болыссың деп бекіту керек. Егер де сен әскери губернаторға ұнамасаң, қайтадан сайлау өткізеді. Түсінікті ғой? Одан кейін болыстар ауылдарға бөлінеді. Ауылдарда ауыл старшындары басқарады. Ауыл старшыны да қазақ болады. Ол да 3 жылға сайланады. Ауыл старшыны болу үшін де сен міндетті түрде 25-тен жоғары болу керексің. Оны бекітетін уез бастығы дейміз. Міне сонда
қазақтар ең төменгі 2 лауазымға ғана сайланатын болып қалды, иә. Өйтіп жаңағы сұлтандар ең төменгі 2 лауазымға ғана сайланатын болып қалды, болыс пен ауыл старшина деген. Қалғандарының барлығында орыстар. Нағыз отаршылдық деп осыны айтасын. Енді сұлтандардың билігін шектеді ғой, мысалға ең төменгі лауазымға қойып қойды, иә, сұлтандарды. Сұлтандар деген Шыңғыстың ұрпақтары. Бірақ олар енді көтеріліске шығып кетпесін, наразылық білдірмесін деп, оларға бір жеңілдік жасайды. Қандай жеңілдік? Олар өмір бақи салық төлемейді. Салықтардан босатылады. Және өмір бақи оларға зейнетақы тағайындайды. Өмірлік зейнетақы. Ай сайын ақша беріп отырады оларға қосымша. Енді наразылық білдірмесін деген мақсатта, иә. Енді қараңыздар, генерал-губернаторлық 3 болды, иә. Түркістан, Орынбор, Батыс Сібір. Облыстарда 6. Түркістанда Жетісу мен Сырдария, Орынборда Орал, Торғай, Батыс Сібірде Ақмола, Семей. Енді әр облыста уездер болған. Уездерді де жаттаңыздар, уездер де келеді. Негізі картаны білетін адамдарға өте оңай уезді жаттау. Ал картаны білмейтін адам үшін кішкене қиындау. Сондықтан картаны білмесеңіз, егер жаттамаңыз. Картаны білсеңіз, егер картаны білсеңіз, визуализация дейді ғой, картадан визуализация жасап қойыңыз. Ертең келген кезде визуализация жасап тауып алатындай, иә. Жетісу, Сырдария, Орал, Торғайға кірген уездерді жаттап алыңыздар. Енді осы реформа бойынша салық енгізіледі. Ол салықтың аты түтін салығы деп аталады. Немесе ол салық шаңырақ салығы. Бұл түтін салығы деген дымға салық салмаған, түтін салығы деген әр отбасынан алынатын салықты айтады. Түсінікті ғой? Әр бір отбасын бір түтін деп санаған. Сонда әр отбасынан салынатын салықты түтін салығы дейміз. Түтін салығы жылына бір рет төленеді, әр үй басынан жиналады дейміз. Орынбор, Батыс Сібір генерал-губернаторлығында болсаң, сен 3 сомнан төлейсің түтін салығын. Ал Түркістан генерал-губернаторлығында болсаң, 2 сом 75 тиыннан төлейсің. Неге Түркістанға жеңілдік жасаған? Себебі Түркістан генерал-губернаторлығы кейінірек қосылды, иә, жақында ғана қосылды Ресейге. Сондықтан оларға кішкене артықшылық беріп жатыр. Скидка жасап жатыр да, жаңадан келген үшін. Сонымен қоса, түтін салығымен қоса, қарашығын деген де салық бар. Бұл енді тұрақты түрінде алынатын салық емес, бұл төтенше жағдай болып қалған кезде, мысалға өртеніп кетсе, немесе су басып кетсе, көпір салу керек болса, жол салу керек болса, бір нәрсе қырғын болып кетсе деген сияқты, сол кезде халықтан жиналатын салық қара шығын салығы дейміз, иә. Өзінің аты да айтып тұр ғой, қандай шығын? Қара шығын. Ал мал басы 3 жылда бір рет саналған дейміз. Ал осы 67-68-дегі реформаның бір жағымды тұстарының бірі, әр уезде 2 дәрігерден болған. Бір дәрігер сол уездегі халықты шешек ауруына қарсы екпе алу жұмысымен айналысса, екінші дәрігер акушер болған. Яғни кіндік шеше адамдарды, былайша айтқанда, жүкті әйелдерді босандыру қызметімен айналысқан дейміз, иә. Енді не керек? 67-68-дегі реформаның ең ауыр салдары, ең ауыртпалығы бұл қазақ жерінің, барлық қазақ жерінің Ресей империясының меншігі болып жариялануы. Қазақстанның барлық жері Ресейдің меншігі, патшаның меншігі, императордың меншігі болып жариялануы. Бұл енді өте ауыр. Заң жүзінде осылай жарияланды дейміз, иә. Не керек? Енді қазақтарға тағы да осы реформа бойынша рұқсат етілді. Өз жерінен басқа жерге көшуге рұқсат етілді. Мысалға, сен Орынборда болсаң, Түркістан генерал-губернаторлығына көшіп барсаң болады деген сияқты сондай рұқсат етті. Онымен қоса, мысалға, сенде жер болса, бәленбай жер болса, сол Ресейден шаруалар қоныстанатын болса, соларға өзіңнің жеріңді жалға, яғни арендаға беруге рұқсат етілді дейміз. Ал енді жағымсыз жақтары, бұл реформаның жағымсыз жағы. Енді бірінші жағымсыз жағы Ресей меншігі болып жарияланды, иә, қазақ жері. Құнарлы жерлер орыстардың, казактардың, патшаның шенеуніктерінің иелігінде кетті, орыстарға кетті, иә. Сұлтандардың билігі төмендетілді, жоғарғы билікте емес, ең төменгі
болыс, ауыл старшындары ғана болып қалды, иә, сұлтандар. Одан қала берді алым салықтар енгізіледі, сосын дәстүрлі билер сотына шектеу қойылады, құқықтары қысқарады. Жалпы бұл реформа негізі Ресейдің бөліп ал да билей бер деген принцип бар ғой, ұстаным. Сол бойынша жүргізілген бір реформа дейміз. Ал жағымды жақтарының бірі, бұл реформадан кейін қазақ жерінде топырлап енді қалалар салына бастайды. Темір жол құрылысы жүргізіле бастайды, иә, түрлі темір жолдар салынады. Ең алғаш рет Ертіс өзеніне кеме қатынасы жүргізіледі, кеме салынады. Омбыдан Семейге, Тобылдан Семейге деген сияқты кеме қатынастары жүргізіледі. Сосын білім беру, денсаулық мекемелері салынады, иә, яғни ауруханалар, мектептер топырлап салынады дейміз. Ал бір жаман жері картамен түсіндірейікші айтпақшы. Мынау енді қараңыздаршы, мына жақта Бөкей Ордасы деген бар ғой. Бөкей Ордасы Астрахан губерниясының құрамына қосылды. Маңғыстау уезі Закаспий облысына қосылды дейміз, иә, бұл реформа бойынша. Құрметті оқушылар, осымен бұл тақырып аяқталды. Тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Негізі қатты қиын емес, бір оңай тақырыптардың бірі, бірақ соның өзінде де ұбт-да көп сұрақ келетін тақырыптардың бірі. Оңай болса да, сондықтан жаттаңыздар. Түсінбесеңіздер тағы қарап шығыңыздар. Түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып, колокольчикті басып қойыңыздар. Жақсы, сау, саламатта болыңыздар, құрметті оқушылар.